Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Ондай болса байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып көрініп тұрады. Бірлікті малға сатсаң, алдырғандықтан бас осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Құдай әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірін-біріне пәле іздейді. Не түсін, не ажары, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді, ол қай тірлік? Ол осы кеудеден жан шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Мұндай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп ахиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса соны айтады. Өзің тірі болса да көкірегің өлі болса, ақыл айтуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау, қылжақ бас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Одан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық.